әже бізге бастаңғы жасау үшін дәм дайындап қойыпты. Қанеки ендеше сонда барайық. Жарайды, барсақ барайық. О, қыздар, қош келдіңдер. Төрге шығыңдар, қыздың орны төр ғой қашанда. Жайғасып отыра беріңдер. Келіңдер. Үлкендер бүгін көрші ауылға тойға кетті. Еркежан бастаңғы жасаймын деп өтінген соң, анамыздан рұқсат сұрап, өздеріңді шақырып отырмыз. Бастаңғы қазақ жастарының дәстүрлі сауықтарының бірі. Үйдің үлкендері жолаушылап кеткенде, ауылдың жастары сол үйге жиналып, бастаңғы жасайды. Бірақ бастаңғы рұқсатсыз, бақылаусыз өтпеген. Өйткені шешесі қыдырмашыл болса, қызы бастаншыл болады деген сөз бар. Бас қосу барысында жастар әзіл-сыбақ айтысып, ұлттық ойындар ойнап, ән айтып, күй тартып, әр түрлі өнерлерін ортаға салады. Бастаңғының сәнін беретін сері жігіттеріміз де келіпті. Жоғарыға шығыңдар. Ән жыр тыңдамағалы біраз болыпты. Я қыздар, ендеше бүгін ойын сауық жасап, жырдан шашу шашайық. Қазақ халқының тарихында дәуірлер бойы жалғасын тауып келе жатқан бұл дәстүрдің екі түрлі тәрбиелік мәні бар. Алғашқысы үйде отырған баланың томаға тұйық болып қалмауына, елмен араласуына, замандастарымен жақынырақ танысуына жол ашу. Қонақ күте білуге үйрету. Енді бірі қызды қазан аяқ ұстауға, дастархан жая білуге үйрету. Сондықтан бастаңғының қызы бой жете бастаған үйлер жасаған.